Қазақстан құрамасы былай ойнамағалы біраз болды ғой. Біз таң қалдық, иә, матч жүргізіп отырып, ойпырмай не болып қалады екен, не болып кетеді екен деп. Өйткені еш қорықпай 30 минутқа шейін енді доминировать еттік қой біз. Одан кейін бір-екі проблемалар басталды. Сисен алып шықты. Сисенге 80 деген бүгін трет соғып қалды. Ұйқас жіберіп жатыр ғой, Сисенге 80 дейді. Мен қойып берген атшы. Сейфсен ба? Сейфсен деген. Ол Сейфсен деген, ол 80 емес қой. 80 деген Камри. Сисенге 80 деп жатыр да. Түсініп тұрмын ғой. Қақпашылардың бәрі машинамыз. Бірақ Сисен айтып жатыр ғой, маған бір жақсы бір жылқы болса, мен көкпар тартатын едім деген сияқты. Сосын сол сұхбатына бір түсіндірме жұмысты айта салайын. Негізі Сисенге сондай сұрақ қойылды. Сисен өзінен өзі келіп, маған ат беріңдер. Жоқ, талап еткен жоқ па? Нәрсе бар. Олар біз тұрдық қой. Ана жерде әзіл болды да. Әзіл. Маған ешқандай мұндай матчтан кейін енді сізге қандай көлік керек деген кезде, ешқандай көлік керек жоқ. Бір жылқы болса деп, ха-ха деп күле салды, мен көкпар тартатынмын. Соны анау орысшаға аударып қойса, жаман естіледі екен ғой. Мне бы хотя бы коня подарите деп жазып қойды. Негізі көкпар тартатын жылқының өзі бір машинадан кем тұрмайды ғой қазір. Ол жақта да кетіп қалған ғой баға. Бір машинадан қымбат тұрады, бір Геленваген тұрады. Неше сонда? 50 миллион. Ойпа, жылқы сондай тұра ма?